Саламатсыздар балалар. Бүгін математика сабағынан 3-ші сынып 64-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы өткен тақырыптар бойынша есептер шығару. Бірінші тапсырма: мұз айдындарының ауданын өсу реті бойынша ата. Өсу реті кішкентай саннан үлкен санға қарай жүру, яғни 600, 700 және 10.000. Келесі тапсырма: егер тікті төртбұрыштың ауданы белгілі болса, оның ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін? Мүмкін нұсқаларды ата. Яғни ұзындығы мен енінің көбейтіндісі 48 шығу керек. Ол үшін ұзындығы 8, ені 6 болуы мүмкін. 45 шығу үшін ұзындығы 9, ені 5 болуы мүмкін. 18 шығу үшін ұзындығы 6, ені 3 см болуы мүмкін. Келесі есеп: 45-ті 9-ға бөлеміз, тең болады 5. 12-ні 2-ге бөлеміз, тең болады 6. 63-ті 7-ге бөлеміз, тең болады 9 мм. 27-ні 9-ға бөлеміз, тең болады 3 грамм. 48-ті 8-ге бөлеміз, тең болады 6 см. 36-ны 9-ға бөлеміз, тең болады 4 центнер. Есепте 900-ден 205 тап тастаймыз, тең болады 695. 40-тан 15 тап тастаймыз, 4 дециметрді миллиметрге айналдырғанда 40 болады, тең болады 25. 500-ден 198 алып тастаймыз, тең болады 302. 24 сағаттан 15 сағат алып тастаймыз, тең болады 9. 48 сағаттан 40 сағатты алып тастаймыз, тең болады 8. 1 тоннадан 8 центнер алып тастаймыз, тең болады 2 центнер. 1000-нан 465 аламыз, тең болады 535. 1000-нан 602-ні алып тастаймыз, тең болады 398. 100-ден 45-ті аламыз, тең болады 55. Келесі тапсырма: тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе ұзын. Оның ауданы мен периметрін тап. Енді бізге бірінші аның мәнін табу керек. Бұның мәні белгілі. Бұның мәні мына сандар. Ол үшін 2-ні 3-ге көбейтеміз. 2-ні 3-ге көбейтеміз. 6. 1-ді 3-ге көбейтеміз. 3. 3-ті 3-ге көбейтеміз. 9. Енді периметрін табу үшін 2 санды қосып 2-ге көбейтеміз. 16 сантиметр. Келесіміз 8 сантиметр. Келесіміз 24 сантиметр. 3-ті 9-ға қосамыз, 2-ге көбейтеміз. Енді аудан табу үшін 2 мен 6-ны бір-біріне көбейтеміз. А мен Б-ны 2-ге көбейтеміз. Сол кезде 12 сантиметр квадрат. 1 мен 3-ті көбейтсек 3 сантиметр квадрат. 3 мен 9-ды көбейтсек 27 сантиметр квадрат. Келесі тапсырма: есептерге сызба таңдап оларды шығар. Сым орамынан 4 метр кесіп алынды. Бұл сымның барлық ұзындығының 1/3 бөлігін құрайды. Сым орамының барлық ұзындығы қанша? Яғни 4-ті 3-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде 12 сантиметр шығады. Сызбамыз 12 сантиметр. Келесі ұзындығы 27 метр сым орамының 1/3 бөлігі кесіп алынды. Қанша метр сым кесіп алынды? 27-ні 3-1-ге бөлеміз. Сол кезде 9 шығады. Бізде 9 метр сым кесіп алынған екен. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.